Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сырымдатылы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Зерттеу сұрағы: сырымдатылы кіші жүз қазақтарының қандай құқықтарын қорғауды көздеді? Жалпы бүгінгі сабақтың мақсаты халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау. Ал енді оқушылар, келесі слайдқа назар аударсаңыздар, жалпы келесі слайдта бізде жасанды интеллектпен жасалған сырымдатылы көтерілісі жайлы айтылады. Сырымдатылы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Сырымдатылы Байбақты руынан шыққан ірі тұлға. Асқан ақылдылығы мен тапқырлығының арқасында бала би атанған болатын. Көтерілістің себептері: шекарадағы қазақтарға қойылатын талаптар күшейді. Орал казактарының озбырлықтары тоқтамады. Нұралы ханның беделі түсіп, жайылымдарды әділетсіз бөлді. Көтеріліске көшпелі қазақтар, старшындар, билер, батырлар қатысты. Игельстром реформаларының мазмұны: хан билігін толығымен жою, Орынборда шекаралық сот құру, кіші жүзді рулық тайпалық жүйе бойынша үшке бөлу, расправалар құру, кіші жүз аумағында қала, мектеп, мешіттер салу. Бір 1792 жылы Сырымдатылы құрамында 1000 сарбазымен Илек қорғанысына шабуыл жасады. Бір 1797 жылдың көктемінде Сырымдатылының жасақтары хан ордасына шабуыл жасап, Есім ханды өлтіреді. Көтеріліс нәтижесінде халық кеңесі құрылды. Нұралы хан тақтан түсті. Қазақтар Еділ мен Жайық өзені арасындағы жерге көше бастады. Ал енді оқушылар бейнематериалды көріп болсақ, сырымдатылы бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне назар аударсақ, жаңағы жалпы сырымдатылы деген ол кім, қай жылы өмір сүрген, қай жылы билік еткен, және де қандай көтерілістің себептері бар екен, соған тоқтала кетсек. Енді сырымдатылы бірінші бізде 1712 және де 1802 жылдары аралығында өмір сүрген тұлға, ұлт-азаттық қозғалыстың көсемі ретінде танылады. Сырымдатылы 18 ғасырдың соңында Ресей империясының отарлық саясатына қарсы бағытталған кіші жүз қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісін басқарған көрнекті тұлға ретінде танылады. Ол тек батыр ғана емес, сонымен қатар шебер дипломат, шешен, ұйымдастырушы және халықтың мүддесін қорғаған қайраткер ретінде тарихта қалады. Және де оның шыққан тегі мен ерте өмірі жайлы айта кетсем, бұл жерде Сырымдатылы Байбақты руынан шыққан, ерте жастан ақылдылығымен, тапқырлығымен өзінің көзге түсе бастады. Халықтың арасында бала би атанған, ол би ретінде руаралық дауларды шешіп, әділдігімен танылған. Және де 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ағылшын журналисті Сырымдатылы туралы өзінің пікірін айтып кетті. Бұл жерде бізде Сырым батыр жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, алдына ерекше тұжырым қоя білетін деп жазып кеткен. Жалпы өзінің пікірін білдіріп кеткен. Енді келесі слайдқа назар аударсаңыздар, жалпы осы бізде кітапта берілген тақырып бойынша Сырымдатылының ұлт-азаттық көтерілісі жайлы бізде тірек сөздер берілген. Осы тірек сөздерге назар аударсаңыздар, және де дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Тірек сөздер бізде қазына, старшын, расправа, айшуақ хан, қаратай сұлтан. Осы тірек сөздердің мағынасына тоқтала кетсек, қазына деген ол бізде ханның немесе мемлекеттің байлығы немесе қор ретінде білдіріледі. Старшын дегеніміз ол ру басшысы, патша әкімшілігімен жұмыс істеген. Расправа деген ол орыс сот мекемесі, билер сотын алмастырған. Және де айшуақ хан деген атында айтылып тұр, өзінің бұл тұлға тарихи қазақ ханы болған, және де 18 ғасырда өмір сүрген дейді. Қаратай сұлтан бізде 19 ғасырдағы сұлтан ретінде танылады. Ресеймен бір байланыста болған делінген. Енді келесі бізде сұрақ туындайды. Сырымдатылы не үшін осы көтерілісті бастады, және де ол көтерілістің қандай себептері болды, неліктен оны бастаған, соған тоқтала кетейік.
Жалпы осы көтеріліс 1783 және де 1797 жыл аралығында болған, және де оның себептеріне тоқтала кетейін. Бірінші себебі ол жер мәселесі және жайылым тартысы. Бұл жерде бізде 19 ғасырдың ортасынан бастап Ресей империясы Жайық пен Ертіс өзендер бойында әскери бекіністер салып, қазақтардың дәстүрлі көшіп қону жолдарын шектей бастайды. Бұл жерде Жайықтың ішкі жағына өткен қазақтарға қойылатын талаптар қатайып, мал жайылымы мен су көздеріне қол жеткізу қиындай түседі. Екінші себеп отарлық езгінің күшеюі. Емельян Пугачев көтерілісінен кейін патша үкіметі кіші жүздегі қазақтарға бақылауды күшейте бастайды, және де Ресей әкімшілігі қазақтарды Жайықтың ішкі бетіне өткізбей, шекаралық бақылауды күшейтеді. Және де үшінші бір себеп ол бізде әділетсіз алым-салықтар. Қазақтар казак орыстарға алым-салықтар төлеп, экономикалық қысымға ұшыратады, және де бұл салықтар мен талаптар әділетсіз деп танылады. Халық наразылығы осы себептен күшейе бастайды. Және де төртінші бір себеп ол хан сұлтандардың озбырлығы. Кіші жүз ханы Нұралы хан жергілікті сұлтандар қарапайым халыққа қысым көрсетіп, әділетсіз басқару жүргізе бастайды. Бұл жерде хан билігі мен патша әкімшілігі арасындағы ымыра халықтың мүддесіне қайшы келе бастайды. Және де бесінші бір себеп ол жаңағы Сырым Датұлының өзінің наразылығы, жеке ұстанымына қатысты жаңағы халықтың атынан сөз сөйлейді. Сырым батыр Ресей патшасына хан сұлтандарының озбырлығына қарсы шығып, қарапайым шаруаларды төңірегіне топтастыра бастайды. Сонымен қатар жаңағы ол Орынбор генерал-губернаторына өзінің хатын жолдайды. Ол хатында былай делінген: сіздер түрлі әдіспен қолға түсірген ноғай, башқұрт халықтары секілді бізді де езбекші екендеріңіз белгілі. Сондықтан да мен патша үкіметі мен хан сұлтандарға наразы шаруаларды төңірегіне топтастырдым деп өзінің ойын ашық мәлімдеген. Енді келесі бізде көтерілістің әлеуметтік негізі және барысы. Бұл жерде міне бейне жазбада біз көріп тұрғанымыздай халық наразылығы туындап тұр, және де осы Сырым Датұлының халықтың атынан жаңағы көтерілісті бастаудың бір себебін көрініп тұр, және де артқы жаңағы осы бейне материал негізі жасанды интеллектпен жасалған. Осы жерде біз көріп тұрмыз, Сырым Датұлының наразылығы тудырып тұр. Халық қалай айтатынын білмей, енді халықтың бәрі Сырым Датұлына сеніп тұр. Бұл жерде енді әлеуметтік негіз ретінде көтеріліске негізінен кедей шаруалар, ру басшылар, батырлар, би шешендер қатыса бастады. Бай мен кедей арасында алшақтық, билікке қарапайым халықтың ықпалының болмауы көтеріліс отын тұтата бастайды. Және де барысына тоқтала кетсем, бұл жерде 1783 жылы көктемде қазақ жасақтары Орал бекінісіне шабуыл жасай бастайды. Және де Сырым Датұл көтеріліс басшысы ретінде танылып, Байбақ Тұрғынның қолдауына ие болады. 1784 жылы және де 1785 жылдары көтеріліс кең етек жая бастайды. Халық Нұралы ханға қарсы шығып, оны биліктен тайдыруға тырысады. Және де 1786 жылы Нұралы хан Ресейге қашып кетіп, бұл көтерілістің алғашқы жеңісі болады. Ал енді келесі назар аударсақ, жалпы бізде осы көтерілістің бұл кезеңде бізде көтерілістің өрши түсуі көрінеді, өрши бастайды. Бізде енді жалпы 1787 және де 1792 жылдары көтеріліс қайта күшейе бастайды деп көрсетілген, айтылған. Және де Сырым патша әкімшілігімен келіссөз жүргізіп, халықтың талаптарын жеткізді. Сонда халықтың үндеуін ол патша әкімшілігіне жеткізген екен. Және де екінші бізде Сырымның беделі арта бастайды. Оның 2000-нан астам шаңырақ жаңағы адамдар, халықтар оған сенім артып, ол жаңағы халық кеңесін басқарды деп айтылған. Және де халық Сырым Датұлына сенген. Және де қақтығыстар жиіле бастайды бұл жерде. Қазақ жасақтары патша бекіністеріне шабуыл жасап, казак-орыс отрядтарымен қақтығысты деп айтылған. Және де сұлтандардың соқтықысы, жаңағы сатқындығы байқалады. Бұл жерде қалай? Кейбір сұлтандар патша үкіметімен ымыраға келіп, келіспеушілікке келіп, жаңағы көтерілісшілерге қарсы әрекет ете бастайды. Сатқындық танытады. Және де келесі бізде оқушылар
Суретте бізде Нұралы хан бейнеленген. Осы Нұралы хан жаңағы айтып кеттік қой, Ресейге қашып кетті деп айтылды. Және де халықтың наразылығы осы тікелей осы Нұралы ханға да қатысты. Және де ол осы тұлға жаңағы 1704 және де 1790 жылдар аралығында өмір сүрген. 1748 және де 86 жылдары кіші жүзді басқарған хан ретінде танылады, және де Әбілқайыр ханның ұлы ретінде білеміз. Халық көтерілісін тоқтатуға мұршасы келмеген осы Нұралы хан көтерілісшілер орнынан түсіруді талап етті. 1785 жылы жазында бізде осы кіші жүз ақсақалдардың съезі өтеді, және де ол жерде бізде Нұралыны тақтан тайдыру туралы шешім қабылдана бастайды. Қазақтардың да орыс шенеуніктерінің де көз алдында өзінің беделін жұрдай болған Нұралы хан беделін түсірген. Жаңағы 1786 жылы кіші жүзден бір жылы қуылады, және де Ресейге қашып кетеді. Патша билігінің көмегімен Нұралы хан Орынбор жақтағы Калмыков өңіріне көшіріледі. Ал енді келесі бізде осы Сырымда тыл бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне қатысты бізде осы реформалар құрылады. Ол бізде реформаның аты Игельстром реформасы. Жалпы бұл кім деген сұрақ қояйық. Игельстром деген ол бізде 1784 жылы Сібірдің және де Самараның билеушісі болып тағайындалған генерал-губернатор болып танылады. Ол осы реформаның қандай мәні бар десеңіздер, ол хандық билікті күйрету, қазақтардың мемлекеттілігін жою деп мән береді. Мағынасы солай. Ал бізде жаңағы Игельстромның өзінің реформасына қатысты өзінің принципі бар. Осы Игельстромның өзінің принципіне тоқтала кетсем, ол осындай принциппен жүреді. Жаңағы бөліп ал да билей бер деген принципті ұстанады. Және де Игельстромның реформасы бойынша осы билік шекаралық соттың қолына беріледі дейді. Шекаралық соттың қолына беріледі. Сотқа бағынатын жаңағы жергілікті расправалар, расправалар болады, және де расправалардың жаңағы басшысы бас старшын тағайындалады. Жаңағы патша үкіметінің саясатын қолдайтын осы расправалар болып келеді. Келесі бізде енді осы Игельстром реформасы құрылады. Құрылғаннан кейін бізде өзінің кіші жүз старшындарының, халықтарының өзінің талаптары бар. Өздерінің қойылатын талаптары бар. Ол талаптары жаңағы жалпы өзінің Игельстромның реформасының мазмұнына тоқтала кетейін. Бірінші мазмұнында бізде жан емес, мына жерде қателік кеткен, және хан билікті толығымен жою, хандық билікті толығымен жою, және де екінші Орынборда шекаралық сот құру, кіші жүзді рулық тайпалық жүйе бойынша үшке бөлу, осындай өзінің мақсаты бар екен. Және де кіші жүз аумағында 2 немесе 3 қала, бірнеше мектеп, мешіттер салу ұсынысы болып отыр. Және де расправалар құру деген жаңа айтып кеттік, яғни жергілікті әкімшілік органдарды жергілікті әкімшілік органдарды құру өзінің мазмұнында жазылған, мақсатында жазылған. Және де кіші жүз жаңағы өзінің старшындарының Игельстромның мазмұнына, талаптарына, жаңағы Игельстром реформасына қойылған өзінің талаптары бар екен. Оның бірінші талабы Еділ мен Жайық арасында қысқы жайылым көлемін ұлғайту. Жалпы бұл екі өзеннің арасында бізде осы талап бойынша қазақтардың мал шаруашылығына қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Және де осындай талап қойып біздің кіші жүз старшындары қойып отыр. Және де екінші бізде жайылымдық жерлерді жалға беру тәртібін жою. Бұл дегеніміз қазақтардың көшпелі өмір салтына сай екендігіне негізделген. Үшінші бізде кіші жүзде Ресейге кеткен қазақтарды қайтарып алу. Бұл не деген мағына береді? Бұл бірлік, әлеуметтік тұрақтылықты сақтау бағытталған. Және де Ресей әкімшілігінің қазақ ішкі істеріне араласуын шектеу. Бұл қазақтардың өзін-өзі басқару құқығын қорғау бірінші кезекте. Және бесінші қазақ билігін сақтау қалу, және немесе халық сайлаған басқару жүйесін енгізу. Бұл талап патша тағайындаған емес, халық сеніміне ие болған жаңағы ие басшыларды қолдауды көздейді. Және алтыншы Сырымда тыл бастаған көтерілісшілердің талаптарын ескеру. Бұл жерде халықтың наразылығын басу емес, тыңдау және де әділ шешім қабылдау қажеттілігін көріп отырмыз. Балаларым, Оқушылар, келесі слайдқа назар аударсаңыздар, бізде тапсырма берілген. Бұл жерде сіздерге Сырымда тылы өзі сіздерге тапсырма беріп отыр. Сіздерге 3 сұрақ қояды. Сол 3 сұраққа сіздер жауап берулеріңіз керек. Ал енді Сырымда тылы қандай тапсырма береді екен? балаларым, менің жолым әділет пен еркіндік.
Сұрақтарыма берген жауаптарыңнан халықтың болашағын байқаймын. Сұрақ: мен неге патша өкілдеріне қарсы шықтым? Сұрақ: мен Орынборға барып, Игельстроммен не үшін сөйлестім? Менің ерлігім бүгінгі ұрпаққа қандай үлгі бола алады? Ал енді осы үш сұрақты тыңдасаңыздар, жаңағы бірінші сұрақта мен неге патша өкілдеріне қарсы шықтым делінген. Осы бірінші және де екінші, үшінші сұрақтарға жауап берсеңіздер, сіздерге 2-3 минут беріледі. Және де мен Орынборға, екінші сұрақ бойынша бізде мен Орынборға барып, Игельстроммен не үшін сөйлестім? Және де менің ерлігім бүгінгі ұрпаққа қандай үлгі бола алады? Және де астында бізде беріліп тұр дескриптор. Дескриптор бойынша сырым датылының күресінің себебін түсіндіру қажет, және де сырымның тарихи рөлін бағалау керек. Осы дескрипторға қарап, осы үш сұраққа жауап берулеріңіз сұралады. Балаларым, менің жолым. Ал енді жарайсыздар оқушылар, бірінші тапсырма бойынша бізде үш сұрақтың жауабы бар. Жалпы бірінші сұрақ жаңағы халықтың азабын көріп, әділет іздегенім үшін деп жауап беріп отыр. Екінші сұрақ бізде халықтың атынан сөйлеп, мүддесін қорғау үшін деп айтылған жаңағы. Және де үшінші батырлық пен әділет жолын ұстануға. Жалпы бұл жерде бізде қысқаша және де нақты жауап берілген, және де дескриптор бойынша жасалған. Ал енді екінші тапсырмаға көшсек, екінші тапсырма бізде осы QR-код берілген. Осы QR-код арқылы сіздер Learning Apps жаңағы қосымшасына өтесіздер, және де ол жерде бізде қосымша жаңағы екінші тапсырма беріледі. Ал енді сіздер оқушылар QR-код арқылы өткен болсаңыздар, сізде Learning Apps деген қосымша шығады, және де сол қосымшада сіздерде тапсырма беріледі. Осы тапсырма орындау уақыты сіздерде 2 минут, 2-3 минут. Және де осы тапсырмада міне дұрыс жауабын сәйкестендір деп тұр. Бізде жалпы осы сәйкестендіру әдісі, иә. Ал енді бірінші сұраққа назар аударайық. Бірінші сұрақты таңдайсыздар өздеріңіз. Міне бізде сарымен берілген олар сұрақ, жіппен берілген олар жауаптары. Және де сарымен сәйкестендіру қажет. Ал енді бірінші сұраққа назар аударайық. Бізде сырым датылының шығу тегі дейді. Сырым датылы қайдан шыққан дейді. Сырым датылы, мына жерде сұрақтарды іздейміз, және де міне сырым датылының шығу тегі кіші жүздің бай ұлы тайпасының Байбақты руынан. Осы екеуін сәйкестендірсек қалай болады екен? Дұрыс бола ма екен? Қате бола ма екен? Сырымның шығу тегі кіші жүз тайпасының Байбақты руынан. Ал сәйкестік. Дұрыс. Оқушылар сұрақ дұрыс. Ал енді назар аударайық. Сібір және Уфа губерниясының наместник қызметін ұлық деген сұрақ берген. Енді ойланып көрейік, иә. Бізде Сібір және Уфа губерниясының қызметін атқарған ұлық. Ол жаңағы біз Сібірден және де Уфа қаласынан, біз айттық қой, бір губерния, иә. Губернатор болған кім, және де қандай реформа бар, соған сәйкестендіру қажет. Енді ойланып көріңіздер, қайсыны біз сәйкестендіреміз? Дұрыс айтасыздар, мінекей атқарған ұлық дейді, қызметін жаңа наместниктің жаңағы генерал, екінші жаңағы осы жауабы бізде генерал-поручик барон Игельстром деп жауап беріпті. Енді көрейік жауабын. Дұрыс оқушылар ма? Жарайсыздар. Жаңағы үшінші сұраққа көшсек, үшінші сұрақ бізде 1748 жылы Әбілқайыр хан өліп болған соң жаңағы таққа отырып халық бастырған баласы. Халық 1748 жылы жаңағы Әбілқайыр хан болып саналатын, және де халық өзі осы ханнан бас тартқан, халық осы ханға тікелей байланысты деп айтқанмын, және де Ресейге қашып кеткен ханды айттық қой, сол ханмен енді сәйкестендірейік. Кім екен ол бізде? Дұрыс айтасыздар, ол кіші жүз ханы Нұралы хан. Жарайсыздар. Енді бізде екі сұрақ қалды. Наразылықтар орын алған қазақ жерінің өңірі, және де 1783 жылы 1797 жылдар аралығында орын алған оқиғалар. Енді бірінші сұрақ жаңағы наразылықтар орын алған қазақ жерінің өңірі. Қалай ойлайсыздар? Өңір деп тұр. Өңір деген ол бір жер, иә, мысалы. Осы жерден бізде халық наразылығы күшейе түседі деген сөз. Енді қалай ойлайсыздар, қайсы деп? Дұрыс айтасыздар, қазақ жерінің батыс аймағындағы Еділ мен Жайық өзендер аралығы. Осыған сәйкестендіріп көрейік, жауабын қарайық. Дұрыс. Жарайсыздар оқушылар, енді бізде бір сұрақ қалды. 83 және де 97 жылдар аралығында орын алған тарихи оқиға. Ол бізде міне бір ғана жауап қалып тұр. Осы Сырым датылы басқарған Ресей патшалығының отарлау саясатына қарсы ұлт-азаттық қозғалыс ретінде саналады. Жарайсыздар оқушылар.
Ал енді оқушылар екінші тапсырманы аяқтаған болсаңыздар, үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмада бізде 3 сұрақ берілген. Бұл жерде бірінші сұрақта сырым датылының көтерілісі қазақ халқының рухын қалай көтерді және де тәуелсіздікке деген ұмтылысын қалай күшейтті. Бұл туралы өз ойымен бөлістірілген. Және де екінші сұрақта сырым датылының көтерілісіндегі халықтың әділетсіздікке қарсы тұрудың сенің өмірінде қандай жағдайлармен ұқсас делінген, және де өз ойымен бөліс деп тұр. Және де үшінші сұрақта, егер сен сырым датылының заманында өмір сүрген болсаң, оның көтерілісіне қатысар ма едің, және де ол көтеріліске не үшін қатысар едің дегендей сұрақтарға жауап беру керек. Сіздерге 5 және 7 минут беріледі. Ал енді жарайсыздар оқушылар, 3 сұраққа толықтай жауап беріпсіздер. Міне бірінші сұрақта бізде көтеріліс қазақ халқының рухын қалай көтерді, және де осы көтеріліс ұмтылысын қалай күшейтті, тәуелсіздікке деген ұмтылысын қалай күшейтті, сол сұраққа жауап беру берілген бізде. Бірінші сұрақ бойынша былай жауап беріпті бізде: сырым датылының көтерілісі халықтың әділетке деген сенімін оята бастайды. Ол патша мен байлардың қысымына қарсы шығып, қарапайым халықтың мүддесін қорғай бастадым деп жауап беріпті. Бұл әрекет қазақ халқының рухын көтеріп, еркіндікке деген ұмтылысын күшейтті. Сырымның батырлығы мен шешендігі болашақ ұрпаққа үлгі. Меніңше ол халықтың үнін естіткен алғашқы ерлердің бірі болып саналады деп жауап беріпті. Ал енді екінші сұраққа назар аударсаңыздар, екінші сұрақта былай делінген: сырым датылының көтерілісіндегі қазақтың халықтың әділетсіздікке қарсы тұруының сенім өміріндегі қандай жағдайлармен ұқсас. Міне былай жауап беріпті: мысалға, міне мектепте кейде әділетсіз жағдайлар болып тұрады. Оның бір мысалы біреудің еңбегі бағаланбай қалуы, немесе бір оқушының сөзі еленбеуі. Сондай сәттерде мен сырым сияқты шындықты айтуға тырысамын, әділеттілік үшін күресемін, және тарихта ғана емес, күнделікті өмірде де қолданамын деп жауап беріпті. Енді үшінші сұрақта, міне егер сен сырым датылының заманында өмір сүретін болсаң, осы көтеріліске қатысар ма едің деп жазылып тұр. Енді міне мына жерде былай жауап беріпті: иә, мен қатысар едім, және де себебі сырым халықтың азабын көріп, әділет үшін күресті. Мен де өз халқымның еркіндігі мен теңдігі үшін күресуге дайын болар едім деп жауап беріпті. Және де оның көтерілісі тек қарулы ғана емес, рухани күресте де болды. Мен сырымның жанында болсам, оның сөзін қолдап, халықты біріктіруге көмектесер едім деп жауап қайтарыпты. Жарайсыздар оқушылар. Ал енді оқушылар, бүгін сабақты қорытындылай келе сіздерден кері байланыс сұралады. Ал енді оқушылар, үшінші тапсырманы болған болсаңыздар, міне сіздерге енді сабақты қорытындылай келе сіздерден кері байланыс сұралады. Кері байланыс былай өткізіледі: міне қорытынды жасау деп жазылып тұр. Міне бізде 3 бағанға бөлінген. Бірінші бағанда бізде автор былай деді: мен бұрыннан білемін, және де мен мынаны қорытындылай аламын деген сұрақтарға жауап берсеңіздер. Автор былай деді дегенге, менің бүгін бойынша өткен білімдеріңізді бекітесіздер. Мысалы, мен не айттым, соның барлығын осы бағанға толтырсаңыздар болады. Және де мен бұрыннан білемін, мысалы, сырым датылы көтерілісі жайлы мен бұрыннан осындай деректерді қамтығанмын дегендей сияқты осындай сұраққа бағанға жауап бересіздер. Үшінші бізде мен мынаны қорытындылай аламын, мен бүгінгі сабақта осындай білім алдым, осындай деректерді білдім дегендей сияқты сұрақтарға жауап бересіздер. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақты аса назар салып, уақыттарыңызды бөліп мен сабағымды көргендеріңізге рахмет. Білім алыңыздар, тарихи ой бөлісіңіздер, тарихи білім алыңыздар. Тарихты білген адам, өзінің тарихын білген адам болашағында өзі сенімде жүреді дегендей сияқты. Осы келесі слайдта бізде сырым датылы өзі жастарға берген өзінен жас ұрпақтарға айтылған өзінің ақыл кеңестері және де өсиеттері бар екен. Соған назар аударсаңыздар. Бүгінгі ұрпақ, мен сендерге сенемін. Менің күресім әділет пен еркіндік үшін болды. Халықтың мұңын естіп, шындықты қорғадым. Сендер сол халықтың үмітсіздер. Еркін ойландар, әділетті болыңдар, елді жоғандар. Тарихты олар, елді сүйіңдер, рухты биік ұстандар. Менің жолымды жалғастыру сендердің жүректерінде. Назарларыңызға рахмет.
болағың жарқын болсын, жас ұрпақ. Ал енді назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.